Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, өте нәзік әрі тез дайындалатын бауырсақтардың рецебін көрсететін боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен біз жылы сүтімізді құямыз, оның үстіне сұйық майды қосамыз. Сосын дәміне қарай тұз, қантымызды саламыз және ең соңында аштығымызды салып, ұнды салып қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді оның бетін жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа қалдырып, көтерілгенше қалдырамыз. Енді қамырымыз көтеріліп, әдемі болып шықты. Енді оның үстіне ұнтақты сеуіп, қамырымызды әдемілеп жайып аламыз. Қамырымызды орташа биіктікте жайып, қалыңдықта пышақпен көлденеңнен кесеміз. Енді табамызды жақсылап қыздырып, сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап қыздырып, сосын бауырсағымызды пісіреміз. Екі жағына аунатып пісіріп аламыз бауырсақтарымызды. Піскеннен соң бауырсақты алып, қағаз сүлгіге қойып, майын сырғатып аламыз. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.